Бойы Еркеш пен Аиданың жас аралықтары қанша дейді? Қанша жас? Мен 2 жас кішкендаймын. Мен үлкен әпшем дейі ғой. Әпшем дейі. Әпшем. Сіз қаншадасыз? Мен 2001 жылғымын, Аида 99 жылғы. Айтпаса мен жасым. Мені бәрі 18 деп ойлайды ғой. Бірақ екеумізде айтушы еді бірінші бір жас үлкен болса қызым, оны істейсің, әже қыласың ба деп ше. Жоқ, былай ғой. Махаббат жасқа қарамайды. Бірақ жас 2 жас болғанмен, как будто менен бір 2-3 жас кішкентай сияқты еркелеп андай. Келетші өзіне қимыл бәрін жасасатшы. Бұны 99 деп ешкім айтпайды, мен айтпасам. Қымбат, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Менде средний көңіл күйім. Бүгін жақсыдан төмен, жаманнан жоғары. Қымбаттың отбасында қанша адам дейді? Бізде отбасымызда 6. Қалай? Кім? Мамам, 5 бауырым. Сіз үйдің екіншісі. Папаңыз? Оны білмеймін, алда уақытта айтылып жататын шығар. Негізі семейный кішкентай кезден проблемалар болған. Бірақ толық отбасыдан шыққан болатынмын. Бірақ жақын арада бізде кішкене болсын тағы да проблемалар болып жатыр. Қазір мамаңызбен, бауырларыңызбен бірге тұрасыз. Олар Қызылордада. Жеке, бірақ отбасым барлығы. Солай екен, құрметті оқырмандар. Али Гүлнармен таныстығы, Гүлнар ханыммен таныстығы жалғасып жатыр ма дейді, құрметті оқырмандар. Бізде таныстық қашан тоқтап кетті? Қанша күн болып кетті? Біраз болды. Бірінші күн тоқтады ғой. Гүлнар ханыммен Алидің таныстығын тоқтағанына бірақ 1 аптадан асып дейді. Сіз қазір таныстықта емессіз? Жоқ. Өз үміткеріңізді күтіп отырсыз. Сендер болады маған. Солай. Маған енді айтып кетейінші. Айтыңыз. Үлкен қыздар керек емес енді. Фортунаның образын көрсетсінші орнынан тұрып дейді. Бүгін сондай өзіне жарасып тұр деген пікір келіпті. Тұрсаңызшы. Айналсын. Фортуна, сальто лақтыршы. Бетіме баса бермей ғой, бүгін бір әдемі емес киім. Неге сізге керісінше айтып жатыр ғой, әдемі болып тұр, ұнап тұр деп? Жоқ, мен деген таңғы 5-ке андай естеген ғой. Не істегеніңіз? Таңғы 5-ке дейін істедіңіз? Жоқ, телефон, TikTok қарап отырған ғой, сонымен ұмытып кеткен ғой, прокатқа көйлек алып, сол настроение болмай отыр. Бір тойға келген. Қазақша киініп келгіңіз келген еді, өзіңіз бір көйлек алып, қазақша. Көршілер болды, келеді ғой, отырамыз. Бірақ оқырмандарға ұнап тұр сіздің бүгінгі образыңыз. Негізі осындай көйлек көп кимеймін ғой, негізі көбінесе фигураны көрсететін, жабысатын көйлек кигеннен кейін көздері кішкене басқаша, ерекше. Эдуарда қалайсыз? Жақсы. Сізге оқырманнан мынандай сұрақ кетті. Эдуарданың бойы қанша, айтсыншы, жауап берсінші деп. Сіздің бойыңыз қанша? Менің бойым 1,68, аяғымның размері 35-36, салмағым 48. Рахмет, пожалуйста. Айбектің бойы қанша? Білмеймін, Айбектің бойы эфирде мен ұзын болып көрінемін, бірақ оны да кішкене ғой. Айбек ұзын көрінемін. Құрметті оқырмандар, біздің мерекеге орай Өмірқұл ағамыз әдемі өзінің әнін айтуға келіп қалды. Қалайсыз аға, бізді халықты енді кішкене құттықтап жіберіңіз. Бүгінгі мерекелі сіздермен жолыққаныма өте қуаныштымын. Бұйырса халыққа жақсы әндерімізді сыйлайтын боламыз. Мереке құтты болсын. Міндетті түрде Өмірқұл ағаның әнін тыңдаңыздар. Сержан мырза, сізге мынандай бір сұрақ келіпті. 22-ші той сіздікі болып қалуы мүмкін бе деген. Мен 2 деген баған жақсы көрем, өйткені мектепте 2 қондым. Мәсіз саған. 21 сенде? Сыйлаймыз ғой. Мен сырға салып қойдым ғой. 3 деген саған жақсы көреміз, сосын 23-ші мен. Мәсіз саған. Солай болады, бұйырса, 22-ді расчет жасап отырық шынымен. Бірақ ол үшін кішкене мәсіз саған. Ұсыныс жасау керек шығар енді. Жасаймыз. Ұмытып кетпейсіз бе сіз арасында осы? Жүріп жатырмын, қызым деп ойлап. Ұмытпайды мүлде достар. Бірден не істейді сол? Әділ, Шариар сізге бір мынандай сұрақ қояйын. Қатысушылардың ең сүйікті жұбы дейді. Сіздің ең сүйікті осы жалпы қосылайықта, осы сезон болсын, басқа сезон болсын. Енді менің ең сүйікті жұбым Эдуарда мен Айбек. Егер де бір Тима мен Арина қосылса, ең сүйікті жұбым болушы еді. Өйткені
Қарагөз, сізден сұрайын дәл осы сұрақты. Жалпы біздің жобаны көргенсіз ба бұрын? Сізге кім қай жұп ұнайтын еді? Басқа болсын, осы сезон болсын. Жақсы болады. Жоқ, олар емес. Мен бұрынғысын есіме сұрамай жатырмын. Қазіргі жалпы енді сізге ұнайтын, қарайтын, қараған. Сержан мен Ақерке. Неге Сержан мен Ақерке? Шариғар айттым. Жоқ, Шариғар айтқанға емес. Айрам ергіш қой. Білмеймін, анандай қызық қой. Күліп ойнап отырады да. Анадай екеуі анандай тәтті, білмеймін, бір-біріне сай еді. Маған Айшпен Моля мен Ерашпен Аяна Олар жұп емес. болған жұп. Иә, жұп болған ғой енді. Маған Айбек пен Эдуард ойнайды. Сосын